Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерді amaze.com деп аталатын сайтпен таныстырғым келіп отыр. Бұл сайтты пайдаланып сіздер әртүрлі ерекше презентацияларды дайындай аласыздар. Ол үшін міндетті түрде Google аккаунт немесе электрондық почта арқылы тіркелесіздер. Барлық тіркелу жұмыстары жүргізіліп болғаннан кейін сіздерде amaze.com деп аталатын сайттың жұмыс аймағы пайда болады. Енді презентацияны жасап бастау үшін презентация батырмасын басамыз. Сол кезде сіздерде әртүрлі шаблонның түрлері көрінеді. Енді осы жерден өзіңізге қажетті қай салада сіз слайдты жасағалы тұрсыз, соны таңдап аласыз. Мен образование бөлімінен және 3D формасын таңдағым келіп отыр. Осы жерден өзіңізге қажетті шаблонды таңдап аласыздар. Шаблонды таңдағаннан кейін сіздерде осындай терезе пайда болады, яғни слайдымызды редактировать етіп, өзімізге қажетті тақырыпты жазып, өзгерте аламыз. Мінекей, слайдты осылай өзіңіздің қажеттілігіңізге сай өзгерте бересіз. Жоғарыда баптаулардың әртүрлі түрлері көрсетілген. Түсін өзгертсеңіз болады, және де ең бастысы жасаған слайдыңызды өзгертіп оқушыға ұсынуыңызға болады. Енді мына жерде жаңа біз виртуальный мектеп формасын таңдаған болатынбыз. Осы жерден өзіңізге қажетті бөлмелерді таңдап, яғни мектептің ішінде жүрген сияқты слайдыңыз өте ерекше шығады. Мысалға, мына жерге бүгінгі сабағымыздың тақырыбы компьютер болатын болса, мына жерге мысалға топтық жұмыс деп топтық жұмысты қойып қойсаңыз болады. Немесе келесі тақырыпқа барып, жұптық жұмысыңызды жазып қойсаңыз болады. Бұл платформа онлайн болғандықтан осындай әртүрлі кедергілер пайда болуы мүмкін. Мына жерде сіздер жазған сөзіңіздің шрифтін өзгертуге болады, және түсін өзгертуге болады. Және өлшемінде өзгертсеңіздер болады. Мінекей, слайд осындай түрде болады. Яғни өзіңіздің қажеттілігіңізге сай слайдты өзгертіп, суреттер қойсаңыз болады, жүктеп қойсаңыз болады, немесе телефоныңызда сақталған суретті осы жерге жүктеп әкеп қойсаңыз болады. Мінекей, осылай суретте өте оңай жүктеледі. Өзіңіздің қажеттілігіңізге сай орналастырып, оқушылармен бөліссеңіз болады. Өте керемет, ерекше слайд жасауға арналған платформа. Пайдаланып көріңіздер. Және де бұл жерде ерекшелігі, бұл жасаған слайдыңызды онлайн көрсетпей, осындай форматтарда сақтауға болады, яғни видео форматта немесе PDF форматта. Немесе интернетіңіз болса, онлайн оқушыларға ұсынсаңыз болады. Мінекей, біздің слайдымыз осындай формада шықты. Өте ерекше. Осылай слайд жасап, оқушыларыңыз таңғалдырыңыздар. Немесе кез келген жарысқа қатысатын болсаңыздар, осы amaze.com